құрметті көрермендер, сіздермен бірге педагогикалық диалог бағдарламасы. Студияда мен Заида Айдарқызы. Ел мен елді, халық пен халықты теңестіретін нәрсе ол білім деп ұлы тұлға Мұхтар Әуезов айтқандай, білім ол қоғамның ең жауапты саласы. Сондықтан Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасының негізгі мақсатын білім берудің қолжетімділігі мен бәсекеге қабілеттілігі деп алды. Осыған орай білім беру жүйесіне енген реформалардың ең озығы, ең соңғысы алдыңғы қатарлы елдердің білім беру жүйелеріне енген тұлғаға бағытталған зерттеу, сабақты зерттеу тәсілі екенін білеміз. Сабақты зерттеу педагогтың кәсіби дамуына негіз бола ала ма? Оның тиімділігі неде? Міне осы сұрақтарға біз бүгінгі бағдарламамызда жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз педагогикалық шеберлік орталығы Тараз қаласындағы филиалының маманы Тұрысбекова Насихат Мамбетбайқызы және Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы директорының оқу әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Рамазанов Сергей Нариманұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Насихат Мамбетбайқызы, сұрақты алғаш өзіңізден бастасақ. Осы сабақты зерттеу деген жалпы бұл не? Бұл сабақты зерттеу үдерісі қайдан бастау алды? Рахмет. Сабақты зерттеу енді қазіргі таңда мектептерде кеңінен таралған үдеріс деп айтуға болады. Бұл мұғалімдер арасында жүргізіліп жатқан тәжірибе, зерттеу. Ең маңыздысы бұл процесте мұғалім өзінің педагогикалық шеберлігін жетілдіреді, дамытады және білім сапасын арттыруына көптеген өзінің үлесін қосады десек болады. Енді тәжірибеге өзгеріс енгізе отырып білім беруді жетілдіреді. Ал енді шығу тарихына тоқталатын болса, 19 ғасырдың 70-ші жылдары Жапонияда пайда болған ағылшынша lesson study деп айтылады. Негізгі мақсаты ол тәжірибені жақсарту, жетілдіру болып саналады. Рахмет. Енді біздің ойлау оңай, әрекет қиын дейміз. Ойды әрекетке айналдырған қиынның қиыны деп немістің ақын жазушысы Йоган Гете айтқан екен. Сергей Нариманұлы, осы зерттеу сабағын тәжірибеге енгізу барысында қандай қиындықтар болды? Енді әрине кез келген жаңа үдеріс қиындық туғызатыны анық. Оны жұмыс процесіне, әсіресе педагогикалық тәжірибеге енгізу. Жалпы бұл сабақты зерттеу үдерісі біздің елімізге 12-ші жылдары Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесі арқылы келе бастады. Содан кейін мұғалімдер 2012-2013 жылдан бастап деңгейлік курстарда, білімін жетілдіру курстарында білім алып, сол жерде өз тәжірибелерін шыңдай бастады. Міне сол сәттен бастап жалпы осы сабақты зерттеу ұғымы педагогикалық тәжірибеге ене бастады. Енді нақты айтқанда осы Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясына осы жаңа үдеріс тәсіл десек деп айтсақ болады. Бұл тәсіл, сабақты зерттеу тәсілі 2014 жылы енгізілген болатын. Ол кезеңде біздерде 20 шақты мұғалім деңгейлік бағдарламалар бойынша біліктілік жетілдіру курстарына барды. Сол жерде теориялық білімдерін алып келіп, енді практика жүзінде осы мектепте сабақты жақсартуға, оқытуды жақсартуға бағыттап, осы тәсілді қолданып енгізе бастады. Әрине, басында қиындықтар болды, өйткені деңгейлік курстан өткен 20 мұғалім түсінгенмен, қалған мысалға 80% мұғалім оны жете түсіне бірден қабылдай қойған жоқ. Одан кейін әкімшілік тараптан да мысалға түсінбеушіліктер орын алып жатты. Оны да мысалға атап өту керек. Сонымен қатар мұғалімдердің командада жұмыс істеу дағдылары да төмен болды. Сондықтан да бұл қиындықтар енді уақыт өте келе мысалға біз жеңдік деп айтсақ болады. 2018 жылдан бастап мысалға біз кәдімгі жүйелі түрде сабақты зерттеу
үдерісін мектепте жүзеге асырып келе жатырмыз. Мысалға осы 2021-22 оқу жылының осы ағымдағы оқу жылының бірінші тоқсанында біздің мектепте 18 сабақты зерттеу тобы құрылды. Мысалға бірінші тоқсанның ішінде мұғалімдер 210-нан астам сабақты зерттеу жүргізді. Енді оның нәтижелерінің барлығы жинақталып, сараланып, содан кейін екінші тоқсанда бұл үдерісті жалғастырып отырмыз әлі де. Әсіресе мысалға білім сапасы төмен сыныптарда осы сабақты зерттеу үдерісін кәдімгі үлкен бақылауға алып жүргізіп жатырмыз. Жақсы, рахмет. Насихат Мамбетбайқызы, осы педагогикалық шеберлік орталығы Тараз қаласындағы филиалының мамандары, сабақты мамандары, бұл сабақты зерттеу үдерісін қолдау, педагогтерге әдістемелік көмек беру жағынан қандай шаралар жүзеге асырып жатыр? Облыс деңгейінде айтсаңыз. Енді педагогикалық шеберлік орталығы, өздеріңіз білесіздер, жыл сайын біліктілікті арттыру курстарын жүргізеді. Мені осы сабақты зерттеуге байланысты мұғалім тәжірибесіндегі зерттеу тақырыбында біліктілікті арттыру курстарын өткізіп, мектеп тренерларын дайындайды. Жаңа Сергей Нариманұлы айтып отыр ғой, сіздерде де сондай мектеп тренерлері курсты бітірген. Ол өз сол курстан кейінгі алған білімдерін мұғалімдерге үйрету жұмыстарымен айналысады, мұғалімдерге қолдау көрсетеді мектеп тренерлары. Ал біздің ЦПМ тренерларының тарапынан курстан кейінгі қолдау көрсетіп, осы мектептерге байланысқа шығып, туындаған сұрақтарына жауап беріп, бірге сондай зерттеулер жүргізуде бар біздің тәжірибемізде, мұғалімдермен бірге. Одан кейін тағы бір айтып кететін, жылда біз үлкен бір конференция өткіземіз облыста. Ол тақырыбы сабақты зерттеу Қазақстан мектептерінің тәжірибесінде деген тақырыбында үлкен конференция ұйымдастырылады. Жылда бұл да мұғалімдер үшін үлкен мүмкіндік. Жүргізген зерттеулердің нәтижесі бойынша өздерінің тәжірибесімен бөлісіп, баяндама оқыса болады, болмаса мақала жіберсе болады. Биыл мынау қараша айында өткен кезде осы сіздердің мектептен екі тәжірибелі мұғалім өз тәжірибесімен бөлісіп мақаласын жіберсе, және бір жас маман да өзінің жаңағы осы зерттеуге қатысып, көптеген жаңағы өзінің біліктілігін арттырғанына байланысты оймен бөлісіп мақаласын жіберіп отыр. Нәтижесінде сол конференция жинағын алды ол мұғалімдер, сертификаттарын алды. Сондай жұмыстар. Одан кейін бізде іс-сапарға шығу бар. Аудандарға іс-сапарға шығып, әр тренерге бекітілген өздерінің аудандары бар. Соған байланысты тренерларды Назарбаев зияткерлік мұғалімдерін ұйымдастырып, әдістемелік көмек қолдау көрсету мақсатында іс-сапарларға шығып, мастер-класс, шеберлік сыныптар, тренингтер, коучингтер өткізіп жатқан жайымыз бар енді. Осындай шаралар ол жыл бойында жүзеге асырылып жататын жұмыстар. Жыл бойында жеке, топтық кеңестер беріліп жатады. Және онымен қоса кәсіби байқауларды үнемі осыған жылда бізде жоспар бойынша кәсіби байқаулар өткізіледі, осы сабақты зерттеу бойынша да. Соған мұғалімдер қатысып, өзінің жетістіктерімен бөлісіп жатады. Бұл да бір үлкен жетістік, мұғалімдерге қолдау десек болады. Осы сұрағыңызға байланысты мен қосымша айта кетсем, Мамбетбайқызының берген ақпаратына қосымша, біз мысалға Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы осы Тараз қаласындағы педагогикалық шеберлік орталық филиалының мамандарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар Назарбаев зияткерлік мектебімен осы Тараз қаласындағы қарым-қатынас жасап отырамыз. Әрине кәсіби қарым-қатынас. Енді атап өту керек, бұл педагогикалық шеберлік орталығы инновациялық жобалардың бастау бұлағы десек те болады. Өйткені бұл жерде өте тәжірибелі мамандар жұмыс жасайды. Олар әрқашан мұғалімдермен өзінің тәжірибесімен бөлісуге, әдістемелік көмек беруге дайын тұрады. Біз кез келген туындаған проблемаға байланысты ол кісілерден кеңес алуымызға болады. Сонымен қатар оларға қызметтік хат жазу арқылы ол кісілерді мектепке шақырып, кәдімгі тренингтер өткізуге өздерінің ықпалдарын тигізіп отырады. Сонымен қатар мектебімізге педагогикалық шеберлік орталығы мамандарымен қатар
педагогикалық шеберлік орталығының ықпал етуімен Назарбаев зияткерлік мектептерінің білікті деген ұстаздары да келіп өз тәжірибесімен бөлісіп отырады. Бұл педагогикалық шеберлік орталығына әрине алғыс айтамыз. Өте сондай өнімді нәтижелі жұмыстарына рахмет айта отырып табыстар тілейміз. Рахмет. Ал енді Сергей Нариманұлы, осы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қандай қиындықтар болды деп айттым бірінші сұрақтарда. Енді осы гимназиямызда сабақты зерттеу үдерісі қалай жүзеге асып жатыр? Бізде осы бірінші 90-да жаңа өзіңізге белгілі 200-ден аса сабақ өткізілді, менің білуімше. Қанша топ жұмыс жасап жатыр, қанша үйлестірушілер бар ол жерде, қандай сабақтар өткізілді, сіздің көңіліңізден шықты ма сабақтар деген сияқты. Қалай бұл үдеріс қалай жүзеге асып жатыр? Енді бұл үдерісті жүзеге асыру үшін әрине әдістемелік қолдау керек. Сонымен қатар осы мектептің стратегиялық жоспарында айқындалғандай, біз негізінен осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін енгізуді басым мақсаттың бірі ретінде қойған болатынбыз. Сондықтан да біздің мектепте мұғалімдерді кәсіби қолдау мақсатында, олардың тәжірибесін жақсарту мақсатында осы сабақты зерттеуді ұйымдастырып отырмыз. Енді ол жерде әрине оның механизмдері, мысалға әр мектепте әртүрлі болуы мүмкін. Біздің мектебімізде сабақты зерттеу топтары құрылады. Ол топтар өз еріктерімен құрылады. Ешкім мысалға мектеп әкімшілігі тарапынан бекітіп қоймайды. Бұл жерде мұғалімдерге еркіндік берілген. Тақырыптарды өздері әрине диагностика жүргізу арқылы қандай проблема бар, мысалға сынып шеңберінде, параллель шеңберінде немесе белгілі бір пән бойынша сол проблемаларды таңдау, анықтау арқылы сол проблеманы шешуге қызығушылық танытқан мұғалімдерден топ құрылады. Сөйтіп сол топта модератор белгіленеді, топтарға үйлестірушілер белгіленеді. Үйлестірушілер әрине мектеп директоры немесе директордың орынбасарларынан құрылады. Ол кісілер сол топтардың кедергісіз жұмыс жасауына жағдай жасап беріп отырады. Сөйтіп ол топтар өздерінің жұмыстарын жасап болғаннан кейін, мысалға жаңаға әріптестеріменен өз тәжірибелерімен бөліседі. Мысалға атап айтатын болсақ, 2020 жылы біз облыста алғаш рет үздік зерттеу тобы байқауын өткіздік. Назарбаев зияткерлік мектебінен қонақтар шақырылды. Әрине, өзіңіз де куә болдыңыз оған. Ол байқауға біз тәуелсіз бақылаушыларды шақырдық. Мектеп әкімшілігінен ешкім, мысалға әділқазыларға алынған жоқ. Ол жерде өрлеуден біліктілікті артылу орталығынан, педагогикалық шеберлік орталығының мамандары, Назарбаев зияткерлік мектебінің мамандары, сондай-ақ білім бөлімі мен облыстық әдістемелік кабинеттің мамандары шақырылып, сол кісілердің әділқазылық етуіменен байқау өткізілді. Әрине, бұл мұғалімдердің тәжірибе бөлісуіндегі бір жақсы бір қадамның бірі болып табылады. Енді былтырғы оқу жылында біз енді пандемияға байланысты ол байқауды ұйымдастыра алмай қалдық. Өйткені қашықтан оқыту болды. Енді биылғы оқу жылында осы жоспарлап отырмыз. Үздік сабақты зерттеу тобы байқауын, дәстүрлі байқауды тағы өткізуді. Әрине ол жерге тағы да сол қосымша жаңағы тәуелсіз бақылаушылар шақырылады. Енді биылғы жылы біз серіктес мектептерде, біз жетекші, Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясы жетекші мектеп ауданымызда, Назарбаев зияткерлік мектептердің тәжірибесін тарату бойынша серіктес мектептерін мұғалімдерді шақырып, өз тәжірибемізбен бөліссек пе деген ойымыз, мақсатымыз бар. Алда жоспарларыңыз бар, жақсы. Енді соңына қарай мынау сабақты зерттеу практикасының мектеп жағдайындағы құндылығы неде? Осы бойынша толықтырып айтып өтсеңіздер. Қандай құндылығы бар бұл тәсілдің?
Иә, ең бірінші бұл жерде айтып кететін нәрсе мұғалімдер үшін өте тиімді. Мұғалім зерттеу барысында өзінің педагогикалық тәжірибесін жетілдіреді, зерттеу нәтижесінде. Ең маңыздысы сабақты зерттеу нәтижесінде мұғалімнің кәсіби шеберлігі артады және оқушылардың білім сапасын арттыруына өзінің ықпалын қосады, үлесін қосады десек болады. Мұғалімдердің жұмыстарының өздерінің зерттеудегі нәтижелерін таратуға байланысты көптеген жетістіктерге жетуге болады. Облыс, республика көлемінде ол аттестация кезінде де өте тиімді сол жерде ұсыналады. Ал енді әрине ол оқушылардың білім сапасын көтеруге өте тиімді. Ал сіздің мектеп жағдайында мен қосымша айта кетейін, Насихат Мамбетбайқызы негізгі мысалға құндылықтарын айтып өтті ғой. Негізгі осы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы, әсіресе осы сабақты зерттеу тәсілінің негізгі түпкі мақсаты баланың білім сапасын көтеру. Ал енді соған қалай біз қол жеткіземіз? Міне осы сұрақтарды шешуге бағытталады сабақты зерттеу. Содан кейін ең басты құндылығы сабақты зерттеу тәсілінің мұғалімдер командада жұмыс жасауды үйренеді. Бірлесіп жұмыс жасауды, бірлесіп ортақ түйінді шешуді, проблемалық түйінді шешуді үйренеді. Содан кейін мұғалімдер арасында бірігіп сабақ жоспарын жасайды. Бірігіп сабақ жоспарлау, сол сабақ жоспарын мысалға жүзеге асыру барысында оны бақылау, одан кейін оны талдау, қорытынды шығару. Демек, оның барлығы мұғалім күнделікті ізденісте жүреді. Өзін өзі жетілдіріп отырады. Өмір бойына оқып отырады. Міне, басты құндылығы осында жатыр. Демек, біз мұғалімнің практикасын оқытуын жақсарту арқылы балалардың білім сапасын арттыруға қол жеткіземіз. Ең басты құндылығы осында деп ойлаймын. Сонымен қатар мынау тәжірибелі ұстаздар бұл жерде өз білімін үздіксіз жетілдіріп отырады. Сонымен қатар жас мамандарды сабақ беру арқылы жас маманмен жұмыста жүріп отырады. Сонымен қатар мысалға үздік жаңағы тәжірибелі мұғалімдер мысалға жас маманды жаңағы топтың ішінде жас мамандармен де тәжірибесін бөліседі. Демек, бұл жерде бірнеше комплекс, кешенді жұмыстар жүзеге асырылады. Сонымен қатар мұғалімдер тәжірибеде білім алады. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз жетілдіріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімдігі де жойылады. Ізденісімізді тоқтатпайық. Осы жолда сіздерге толағай табыстар мен шығармашылық шабыт тілеймін. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, лүпіл басып кетіңіздер.